Баршаңызға қайырлы күн. Кеше менің бір танысым хабарласып сұрап жатырды. Егер қазір инкрузиске тіркелетін болсам, күзге қарай отпускамда мен қай жақтарға бара аламын дейді. Қалаған уақытыңда қалаған жағыңа баруға болады десем, біз мысалға Европаға барғымыз келеді. Ал тура сол кезде инкрузистің кемесі Европада емес, Америкада ма или Африка жақта ма жүрсе, біз Европаға қарай қалай барамыз дейді ғой. Қазір барып жақсылап түсіндіріп, инкрузиске мүше қылып тіркеп келе жатырмын осы. Құдай қаласа, отбасымен бірге енді ол армандаған саяхатына шығатын болады. Біз бәріміз білетін Яндекс таксиде де ешқандай өзінің машинасы жоқ. Жергілікті таксилермен жолаушыларға ыңғайлы етіп жасап алған платформада жұмыс жасайды. Тура сол сияқты инкрузистің де өзінің ешқандай кемесі жоқ. Әлемдегі круиздік индустрияның барлық алпауыттарымен серіктестік орнатқан 20 мыңнан астам маршрут бойынша қалаған жағыңызға, қалаған уақытыңызда круиздік саяхатқа шығуға мүмкіндігіңіз бар. Круизден бөлек 300 мыңнан астам отельдер мен курорттарға және турларға бронь жасай аласыз. Мен өзім осы инкрузисте болған 1,5 жыл ішінде 7 мемлекет 14 қалада болдым. Бірінші круизбен Парс шығанағындағы елдер Біріккен Араб Әмірліктері, Катар, Бахрейн, Оман, Сербанияз аралдарында болдық. Ал екінші круизбен Италияның Рим қаласы, ондағы Колизейдегі, Неапольда, бұдан 2000 жыл бұрын вулкан атқылап, бір күнде күлге көміліп қалған, қазіргі уақытта 3-тен 2 бөлігі ғана ашылған Помпей қаласын тамашаладық. Бұдан кейін Грецияның Санторини, Миконос аралдарында болдық. Сонымен қатар Турцияның тағы біраз қалалары, мысалға Стамбулда, Измирде, Анталияда, Памуккале, Каппадокия, Коня қалаларында болып, керемет естеліктер мен тамаша әсерлер алып қайттық. Егер сіздің де саяхатқа шыққыңыз келіп жүрсе, инкрузис арқылы қалай саяхаттауға болатыны және саяхатта жүріп қалай табыс табуға да болатыны жөнінде мен қазір сіздерге қағазға сызып қысқаша түсіндіріп бермекпін. Ал енді инкрузиске клиент болып тіркелетін болсаңыз, өзіңізге қолайлы деген 3 түрлі пакеттің бірін таңдайсыз. Біріншісі премиум, екіншісі классик, үшіншісі стартер. Премиум пакетінде бірінші айда тіркелу құны $500, компания үстіне $300 қосып береді. Одан кейінгі ай сайынғы төлеміңіз $250 болады. Компания $250 төлеген сайын сізге $250 үстіне бонус қосып беріп отырады. Классик пакетінде бірінші айда тіркелу құны $200, үстінен $150 қосып береді. Ай сайынғы төлеміңіз $100-дан компания үстіне $100 қосып беріп отырады. Үшінші пакет стартерде $50 мен тіркелесіз, үстіне компания $50 қосып беріп отырады. Ай сайынғы төлеміңіз $50, бірақ компания үстіне ешқандай бонустық балл қосып бермейді. Төлеген $50-ыңыз сол күйде $50 болып түсе береді. Бұл стартер пакетінің бір ерекшелігі, мына екі пакетке қарағанда, 4 ай $50 төлеп, 5-ші айға келген кезде сіз автоматты түрде классик пакетіне ауысасыз. Сөйтіп, 5-ші айдан бастап сіз $50 емес, $100 төлейсіз, компания үстіне $100 қосып беріп отырады. Осы бонустық баллдарды пайдалана отырып, круизге бронь жасап көрейік. Круиздің бағасы $2000 деп алайық. 2 адамға 7 күнге. Сіз әлі рангтегі директор емессіз, жай ғана клуб мүшесі болғандықтан, компанияның шарты бойынша круиз бағасының жартысын қолма-қол ақшамен төлеуіңіз керек болады. Мысалдарды мейірде мен классик пакетінің негізінде түсіндіріп отырайын. Мына жерде 5-ші айда сізде уже 1150 бонустық балл жиналған екен. Осы жерден $1000 аласыз, қолма-қол ақшамен $1000 төлейсіз. Демек, сіз 5 айда $500 салдыңыз, $1000 қолма-қол ақшамен төледіңіз, сөйтіп $1500 шығарып, $2000 круизге 7 күнге 2 адам болып бара жатырсыз. Демек, бұл 25% жеңілдік. Ал егер ай сайын ешқандай ақша төлемей, компания сіздің орныңызға ай сайын шотыңызды $200 төлеп отырсын десеңіз, ондайда мүмкіншілік бар. Ол үшін сіз небәрі $95
6 айға компанияға серіктес боласыз. Сөйтіп, командаңызға өзіңізбен бірге саяхаттағысы келетін 5 адамды шақырасыз. Егер премиум пакетпен шақыратын болсаңыз, 2 адамда жеткілікті. Жалпы алғанда, командаңыздағы бір айдағы товарооборот $500 кем болмауы керек. Сол кезде сіз безоплатник статусына ие боласыз дағыны, ай сайын төлейтін $100 құтыласыз. Ал компания сіздің орныңызға $200 шотыңызды толтырып отыратын болады. Енді қараңыз, круиздің бағасы $2000. Сіз 5 айда ешқандай ақша салған жоқсыз. 5 айда компания сізге $200-дан $1000 салып берді. Сол $1000-ды аласыз. Қолма-қол өзіңіз қалтаңыздан $1000 ақша шығарасыз. Сөйтіп, мына круизге барып қайтасыз. Қараңыз, сізден бар болғаны шыққаны $1000, ал $1000 сізге компания берді. Демек, бұл 50% жеңілдік. Компанияға 5 адамды, 5 саяхатшыны шақырғаныңыз үшін компания сізге мгновенный бонус есебінде $100, матчинг бонус есебінде $150, жиынтығы $250 ақша түсіреді. Ол ақша ешқандай да саяхаттайтын бонус емес, ол қалтаңызға түсетін ақша. Оны Каспи карточкаңызға аударып, керек жарағыңызға жарата берсеңіз болады. Ал енді сіздің ай сайынғы товарооборотыңыз $3000-дан асқанда, сіз маркетинг директор рангысына көтерілесіз. Сөйтіп, жаңағы ай сайын компанияның беретін $200-ын жаңағы круиздерге 100% пайдалана беретін боласыз. Содан бөлек, оған қоса $450-дай ай сайын табысқа ие боласыз. Товарооборотыңыз талап етілген $10,000-дан асқан кезде сеньор маркетинг рангысына көтерілесіз дағыны $1,500-дай табыс тауып отырасыз ай сайын. Региональный директор $25,000 талап етілген товарооборот, одан сіз $3750-дай ай сайын табыс тауып отырасыз. Национальный директордыңке интернациональный исполнительный борт директор, одан бөлек тағы амбассадор, премьер амбассадор, глобал амбассадор, роял амбассадор деген рангтер бар. Оларды кейін көріп жатармыз. Ал мынау командный лидерский бонус деп атқанымыз сіздің талап етілген товарообороттан соның 10% сізге әр айдың 10 күні төленеді. Рекуррентный доход деп атқанымыз сіздің командаңыздағы клуб мүшелерінің ай сайынғы төлеген жарнасынан 5% әр айдың 15 күні сізге төленіп отырады. Одан бөлек тағы да фундамент бизнесі деген табыстың түрі бар. Ол командаңызға жаңа активация жасалған кезде, жаңа адамдарды тіркеген кезде, солардың товарообороты бір айда $5000-дан асатын болған кезде берілетін бонус. Енді ең қызығы, осы табыстарға қанша уақытта жетуге болады? Мен өзім қазір маркетинг директормын. Осы маркетинг директорға мен 4 айда жеттім. Сеньор маркетинг директорға әлі жете алмай жатырмын. Құдай қаласа жетемін деген ниетім бар. Маркетинг директордың бір айлық табысы жуық шамамен алғанда $450-дай болады. Барлық директорский рангта тегін саяхаттау. $450 табыс ай сайын. Оған енді 1-2 жылда жетуге болады. Бұл мен біреулер ай сайын, немесе 2 ай сайын ранг ашып жатады. Мен енді бұны орташа түрде алып отырмын. Сеньор маркетинг директорға 2-3 жылда, региональный директорға 3-4 жылда, национальный директор $7500, 4-5 жылда жетуге болады. Интернациональный директор $15000 айлық табысы 5-6 жылда. Бұның бәрі енді жобамен көрсетілген нәрсе. Бұл енді сіз жұмысты қалай жасайсыз, соған байланысты, сіздің қабілетіңізге байланысты. Сіз осы жұмысты атқаруға қаншалықты күш саласыз, қанша лидерлерді дайындап шығарасыз, бәрі соған байланысты. Негізі, инкруз басқа дәстүрлі бизнестерге қарағанда өте тиімді әрі оңай бизнес. Бұл жерде ешқандай алғашқы капиталдың керегі жоқ. Миллиондап ешқандай ақша салмайсыз. Склад, офис дегендер жалдамайсыз, товар алмайсыз, товар сатпайсыз. Бухгалтерге, жұмысшыларға деген ешқандай айлық төлемейсіз, комуслуга деген атымен жоқ. Осы бізбен сіз үшін дайындап қойған дайын бизнес проект. Алда жасай бер деп тұр ғой. Қолыңызда тек қана телефоныңыз болса, одан кейін күнделікті 1-2 сағат уақытыңызды арнасаңыз, жұмысыңыз жүріп жатыр. Сол үшін қазірден бастап
бизнесті бастаңыз. Ал енді әліппенің барлық әріптерін бірден жаттап алған жоқпыз. Түсінбеген жерлеріңіз болса, хабарласыңыз, сұраңыз, бірге талқылайық. Командама қосылып, әлемнің кереметтерін бірге тамашалайық.